Pupuk ikindik. Күшті, молодец. Қалайсыңдар? Hoş geldinler. Бүгін кішігірім қонақтарымызды шақырып, кішігірім дейміз, бірақ біз үшін ол үлкен рәсім, 40-нан шығару рәсімі. Елдосович! Елдосович! Біздің бастық қой үйдегі. Конечно, бәрімізге бастық. Десе бәріміз тұрамыз ғой. Мен алуа мамасы әлемнің 40-нан шығаруына дайындалып жатыр. Бізде ойшым алуаны туғандар дәу мама дейді, дәу мамасы туғандар алуаны алуа мама дейді. Бақыттан басы айналып жүрген әже, Әженің айрысы. әлемнің әжесі. Мына жақта Дикош зажигает. Ой, молодец, мына. Дамирдің миын өз қуырады. Мама, давай, мама, қалып барады. Қысқа өлеңін айтты, шаршар. Төрт жарым минут болып билеп тұрғандарына. Браво! Allah'a şükür өсіп-өнген текті керемет тәрбие көрген отбасысыздар ғой енді. Қалалықты Елдос қашаннан бері танимыз, білеміз. Досқа қалай адал екен, бауырға қалай бауырмашыл екен, көпшіл екен. Әкесіне, апасына, мамасына тартса жаман болмайды. Мен санап отырайын. 40-нан шығару рәсімінде Хамза Серікұлы домбыра тартты дейміз. Ол ертең жаман сізді болып кетеді. Серікұлы Жамболат баласы. Жамболат баласы ойбай, кіліп қаласың ғой. Менің сүйікті енеме дайындаған сыйлығымыз бар. Апа болғаныңыз құтты болсын деп. Апа болғаныңыз құттықтамаппыз бұл кісіні деп. Ой, рахмет. Қаражға тағып. Өзінің апасына да алған біздің сыйлығымыз бар. Әлемге массаж жасаған кезде сәл бүйт. Андай, мамаға ұрысқын келіп кетеді ғой, андай. Деп бүйтіп жасайды. Ішінде сетпей, мен тамағымды, ыстық шайымды дайындап беріп жатыр. Қалай аштырмайды. Рахмет, сізге рахмет. Апа болғаныңыз құтты. Дым істетпей, даже туалетке де мама барады орнына.